Құрметті тыңдармандар, біз бүгін Ибн Халдунның кітабынан жаңа сабақтар 5-ші видео сабақ жолдадық. Бұл сабақта мемлекет басшыларына жағыну үшін жасалған жалған ақпараттардың зардаптары туралы таныстық. Жалпы жалған ақпараттар туралы айтып жатыр. Басынан тарих туралы жалған тарих оқиғалар жайлы жалған ақпарат, сенім жайлы жалған ақпарат, жалпы тарихи тұлғалар жайлы жалған ақпарат және билікке жағыну үшін жасалатын жалған ақпараттар туралы айтып жатыр. Автор бұларды не үшін айтып жатыр десе, бұлар мақсат пен асабияға кедергі келтіреді дейді. Енді мақсат деген не десе, мақсат деген бір мақсатқа, бір мүддеге жұмылу, яғни мақсат бір-біріне көмек беру үшін керек дейді. Ал асабия деген не десе, асабия деген ол дейді бір-бірін тәрк етпеу. Қалай бар солай қабылдау. Мысалы, бір кісі бар, сізге ұнамайды, бірақ оны солай қабылдау керек. Сондықтан жалпы бір-бірін айыптау, жалған ақпараттар барлығы осы екеуіне кедергі жасайды дейді. Осы екеуіне кедергі жасаған кезде қоғам құлдырайды, мемлекет құлдырайды дейді. Қазіргі таңда азаматтар бір-бірін сенімі бойынша айыптау, көзқарасы бойынша айыптау, тіпті бір-біріне түрлі айдарлар тағу, олар анандай, бұлар мынандай деп айдар тағудың барлығы осы екі мақсатқа, мақсат пен асабия дейді. Яғни ортақ мүдде мен мемлекетшілдікке кедергі жасайды. Яғни асабиядан кеткен кезде адам бір-бірін тәрк етеді. Ол басқа ғой, ол анандай ғой дейді. Ал мақсаттан алыстаған кезде олар бір-біріне көмек бермейді. Бір-біріне көмек бермеген соң қоғам быт-шыт болады дейді.